Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде осындай жұмсақ ып-ыстық үй жағдайында пирожкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге 500 мл сүт, 250 мл су, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық дрожж. Осыған иліктен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұн менде 800 грамм. Қолымызбен енді жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай илеп болғаннан кейін күнбағыс майымен сылап тағы бір илеп жібереміз. Енді нанымызды жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына менде картоп безбесі, алдын ала қайнатылған картоп және тұз, қара бұрыш. Қара бұрышты мен көптеу қостым. Өзіңіздің қалауыңызға қарай қоссаңыз болады. Міне нанымыз ашып көтерілді. Көтерілгеннен кейін тағы бір илеп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп нанымызды дөңгелектеп аламыз. Осылай түйіп, пирожкиімізді жасап аламыз. Осы кезде майымызды қыздырып қоямыз тавада. Майымыз қызғанша пирожкиіміз де тынып тұрады. Осылай майыңыз көп болу керек, пирожкиіміз батып тұратындай. Сонда жақсы болып піседі пирожкилеріңіз. Міне қызарып әдемі болып пирожкилеріміз де пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Төменге рецептісін қалдырамын. Сіздермен болған Гүлдариға лайк басып, каналға тіркелейік достар. Назарларыңызға рахмет.